рахмет барлықтарыңа. Мен бүгінгі 3-ші проектім жоқ деп айта білу. Біз білеміз, өмірде көп адамдар жоқ деп айта алмайды. Өзін құрбан етеді, өзінің шекараларын қоя алмайды. Сондықтан бәріне келседі. Өмірде әртүрлі өтініштер, ұсыныстар тап болады адамға. Сол кезде біреулер жақсы көріну үшін, біреулер ұрыс-керіс болмас үшін соған келседі. Иә деп айтады. Сондықтан жоқ деп айтып білу, бұл да бір шеберлік. Өйткені бұл жоқ деудің орнына иә деп айтып, одан кейін өзі эмоциялық күйзеліске, физикалық күйзеліске ұшырайды. Иә. Бізді негізі жоқ деп айтудың негізгі себептері ол, айттым, әртүрлі сондықтан егерде өзіңнен артылып жатса, иә деп келсуге болады. Әртүрлі ресурстар, например, ақшалай біреу қарыз бере тұр десе, егерде бар болса, онда берген жақсы әрине. Ал егерде жоқ болып, өзіңде болмай тұрса, барыңды беріп, өзің сол жалаң аяқ қалуда, ол да өзін құрбан ету деген сөз. Болды.